Сәлем достар, бүгін біз молочная девочка тортын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 500 грамм сапалы сгущенкамызды құйып аламыз. Таза ыдысқа 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ертілген 100 грамм сармайымызды қосып, миксермен араластырып аламыз. Дайындалған сгущенкамызға жұмыртқа мен сармай масымызды қосып, үстіне 235 грамм ұнымызды қосып, 20 грамм разрыхителімізді қосып, ситадан өткіземіз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Дайын болған массамызды осылай мешокқа құйып аламыз. Және де 26 диаметрлік ыдысымызға осылай видеода көрсетілгендей пергаментімізді дайындап аламыз. Дайын массамызды алдына ала дайындалған пергамент қағазымызға құйып, лопатканың көмегімен жайып шығамыз. «180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Кольцоның көмегімен шетін тегістеп алсаңыздар болады осылай. Таза ыдысымызға 700 грамм салқын сливкиімізді және де қант ұнтағын 150 граммын біртіндеп қосып отырып миксермен араластырамыз. Орждарымыз дайын болған кезде тортымызды жинаймыз. Ол үшін бізге кальций қажет болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, әр корждың арасына кремдерімізді жаға отырып тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинақтап болғаннан кейін кольцомызды алып тастаймыз және де қалған кремдерімізді тортымыздың үстіне және де қапталдарына жағып шығамыз. Тортымыз міндетті түрде 4 сағатқа холодильникте тұруы қажет. 4 сағат холодильникте тұрған тортты шығарғаннан кейін вафельная крошкамызды сеуіп ұсына берсеңіздер болады. Торттың артық кремін арнайы лопатканың көмегімен тегістей отырып алып тастаймыз. 4 сағат холодильникке қоямыз. 4 сағаттан кейін крошкасын сеуіп ұсына беруге болады. Егерде осындай түске бояңыз келсе, онда ыдысымызға 200 грамм творожный сырымызды және де 150 грамм сливкиімізді қосып, қант ұнтағын біртіндеп қосып отырып миксермен араластырамыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын пищевой красительден қосып, миксермен бір келкі түс болғанға дейін араластырамыз. Арнайы мешогымызға дайын болған кремімізді құйып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп кремімізді торттың қапталына жағып шығамыз.
арнайы лопатканың көмегімен тортымызды тегістеп шығамыз. Біздің молочная девочка тортымыз дайын болды. Өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.